Кивидің 25 түрлі пайдасы. Бүгін сіздерге киви туралы көптеген мағлұматтар беретін боламын. Бастамас бұрын лайктарыңызды басып, тіркелулеріңізді сұранамын. Киви сияқты экзотикалық жемістер соңғы 10 жылда дүкен сөрелерінде көптеп көрінуде. Бірте-бірте олар киви өспейтін біздің елде де күнделікті мәзіріне еніп жатыр. Кейбір ас түрлері мен жеңіл салаттарға, тіпті кәуапқа да киви қосылатын болып жүр. Жалпы киви адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Негізі кивидің отаны Қытай. Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай керемет жеміс деп айтады. Шынында кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар киви құрамында К мен Е витамині, фолий қышқылы, калий, целлюлоза, магний және фосфор секілді ағза үшін аса қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пребиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға көмектеседі. Олардың көбеюі мен дамуын жеңілдетеді. Бұл ас қорыту жүйесін сау ұстаудың өте тиімді жолы. Жұдырықтай ғана жасыл жеміс денсаулықтың басқа да проблемаларының пайда болуына жол бермейді екен. Мысалы, ағзаның тыныс алу жүйесінің аурулармен күресуін күшейтеді, қан тамырлары мен жүрек бұлшықеттерін нығайтуда және атеросклероздан сақтануда көмегі мол. Қан қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады екен. Қызық, е? Ал мұның себебі мынада. Киви қан ұйғыштығын азайтады. Онда көптеген қан сұйылтатын дәрілер де болатын. Ағзаға жанама әсері жоқ заттар бар. Сондай-ақ жеміс қандағы триглицерид деңгейін 15%-ға төмендетуге көмектеседі. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Ал сіз кивиді жиі тұтынасыз ба? Ал сіз тағы да кивидің пайдалы жақтарын білесіз бе? Білетін болсаңыз, пікірге қалдыра кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше.